Қазақ елі, қашаннан да жыр елі, тарихында тұлғалар көп киелі. Қазақстан аясында бұрыннан талай халық бірге өмір сүреді. Жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. Бұл күні бірліктің, ынтымақтың мерекесі тойланады. Алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Байлықтың ең үлкені халықтар достығы. Бір шаңырақтың астында қазақ ұлтымен бірге бір ананың баласындай болып, 130 ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бастаған жасымасын жас ұрпақ жас балаң. Ашық аспан астында Біз осы достықты нығайта білуіміз керек. Бір-бірімізге құрметтеп, еліміздің ертең үшін қызмет етейік. қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің